Үндістан мен Пәкістан бір-біріне шабуылдарын күшейте түсті. Пәкістанға жасалған алғашқы зымыран соққысынан кейін екі тарапта бейбіт тұрғындар арасында құрбандардың бар екенін хабарлады. Дели жаңа шабуылдар болуы мүмкін екенін мәлімдесе, Исламабад оларға жауап беруге уәде етті деп хабарлайды CNN және Reuters агенттіктері. Кашмирдегі екі елдің нақты бақылау сызығы бойындағы атыс шабыс салдарынан Үндістан жағында 13 бейбіт тұрғын қаза тауып, 43 адам жараланған. Ал Пәкістан тарапы кемінде 6 адамның қаза болғанын растады. Сәрсенбі күні Үндістан, Пәкістан мен Пәкістандық Кашмир аумағына зымыранмен атқылады. Исламабад қарымта жауап беретін шаралар қабылдайтынын айтып, 5 үнді ұшағын атып түсіргенін мәлімдеді. Ресми Делидің мәлімдеуінше, соққылар террористік инфрақұрылымның 9 нысанына бағытталған. Бұл ғимараттардың кейбірі өткен айда үнділік Кашмирде орын алған шабуылға байланысты. Ол кезде 25 үнді туристі және бір жергілікті тұрғын қаза тапқан болатын. Пәкістанның әскери өкілі үнділердің соққысынан 31 бейбіт тұрғынның көз жұмғанын әрі 46 адамның жарақат алғанын хабарлады. Ол сондай-ақ шабуыл жасалған 6 нысанның ешқайсысы лаңкестер лагері емес екенін нақтады. Бұл ядролық қаруы бар көршілес екі ел арасындағы соңғы 20 жылдағы ең ірі қақтығыс дейді шетелдік басылымдар. Атап өтілгендей, атыс болған Пахалгам туристер көп келетін орын, ол Үндістанда, Пәкістанда елік етуді қалайтын даулы аумақта орналасқан. Пәкістан үкіметі Үндістанның су ағынын тоқтату немесе бұру әрекетін соғыс актісі ретінде қарастыратын мәлімдеді. Кейін Пәкістанның қорғаныс министрлігі әлеуметтік желілерде Үндістанмен соғысуға дайын екенін әрі оның бір аймағын жойып жіберетінін айтып, қорқытып бірқатар хабарлама мен видео жариялады. Үндістанның шабуылдан кейін Пәкістанның премьер-министрі Шахбаз Шариф мемлекеттік PTV арнасында телеүндеу жасады. Үндістан кеше кешкісін жіберген өрескел қателік үшін енді жауап беруге мәжбүр болады. Олар біздің шегінетімізге сенген болар, бірақ олар бұл батырлар екенін, елі екенін ұмытқан, деді Шариф. Сонымен қатар 1 сағатқа созылған әуе шайқасында біздің ұшқыштар қарсыластың ұшақтарын күл-талқан етті деп мәлімдеді. Пәкістан әскері Үндістан әуе әскери күштерінің 5 ұшағын, оның ішінде 3 француздық Рафал жойғышын атып түсіргенін айтты. Бұл заманауи француз жойғышының соғыс кезінде алғаш рет жойылуы. Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф Джео Ньюске берген сұхбатында Исламабад тек үнді әскери нысандарына шабуыл жасайтынын, бейбіт тұрғындарға зиян келтірмейтін жеткізді. Алайда үнді шенеуніктері ұшақтарының жойылғанын ресми түрде растаған жоқ. Бұл ақпаратты әлі тексеріп жатырмыз, деді Үндістан үкіметінің өкілі.